Білім жаста болмайды екен, баста болады екен. Жасы үлкен адамның білімі көп деп айта алмаймыз. Жасы кіші адамның білімі аз деп айта алмаймыз. Кімнің басы істейді, соның білімі жоғары деген сөз. Төле би атамыз 9 жасында, 9 жасынан бастап билік айтқан ғой. Бала кезінде әкесі Әлібек би болған, қайткен қасын ертіп жүріп оған билікті әке балаға сыншы дейді ғой. Сөйтіп тәрбиелеген. Жалпы мен өзім 2 жыл болды Қазақстанға келгелі. Алтайдың ар жағының жігітімін. Қазір елдің бәрі Қытай дейді ғой, Қытайдан келген. Жоқ, мен Қытайдан келген жоқпын. Алтайдан келген. Өйткені ол қазақтың жері бөлініп қалған. Сол үшін бұл жерде бәріңізді естіп отырмын, тыңдап, кім не айтады екен деген сияқты. Біздің барлығымыздың ойлағанымыз қазақтың бірлігі, қазақтың болашағы. Өшер келіп отырған баршаңызға рахмет. Үйіңізде жатып, ой мен кәртейдім, мен пенсиям бар, не қылам деп жатқан шалдар көп. Соған қазақ айтады ғой, жақсы қартайса дейді, дана болар дейді, жаман қартайса бықсыған шала болар дейді. Кезіндегі аталарымызға айткен, қартайған кезінде бүкіл елдің ұйтқысы болып, бір ауылды басқарып, аузына қаратып отырған. Қазіргі аталарымыз тойға барса, 2 ауыз сөздің басын қосып сөйлей алмайды. Бір қазақтың мақалын білмейді. Би жайлы қазақта мұндай ұғым бар, би дейді. Би жоқта құл жүреді жораға дейді. Ит жоқта шош құреді қораға дейді. Би деген кім? Би деген бүкіл елдің билігін ұстаған адам. Кімнің ақшасын алсаң, соның жырын жырлайсың. Кімнің киімін кисең, соның сөзін сөйлейсің. Біз дара ешкімге тәуелді болмау керекпіз. Халық бар жерде халық өлтірмейді. Былтыр біз ешкімнен ақша сұрамай 8 мың, 10 мың теңгеден жинап өзіміз бас қостық қой. Не керек? Бізге керегі 2 адам болып қалу керекпіз. 2 нәрсе өлмейді өмірде. Жақсының аты өлмейді, ғалымның қат өлмейді. Сол жақсы деген сіздер. Біреуіңіз 10 адамды өзгертсеңіз де, біреуіңіз 10 жасты тәрбиелеп кетсеңіз де, ертең күні сіздер өліп қалған күні солар сіздерге дұға жасап, арттарыңыздан Құран оқып отырады. Міне керегі сол. Кешегі байып кеткен байлардың сыйқын көріп отырсыз, өзінің туған жеріне келе алмай жүр, оның атын атап түстемей қоя ғой, керек емес. Бізге керегі жақсы болып, жақсы атпен өлсек. Ана айтады ғой, Майлықожа, Бердіқожаның термесі бар ғой. Адам болып келдім өмірге, адам болып кетсем тілегім дейді. Бәріңе соны тіледім дейді ғой. Сонда адам болып келіп, хайуан болып кетіп жатқандар көп. Сол үшін жақсы атымызды қалтырып, елге барымызды сап, жанымызды сап, жұмыс жасау біздің мақсатымыз. Бізге мәнсапта керегі жоқ, қана кінашқасында керегі жоқ маған. Мен анау феминистер деді ғой, бір жыныстыларға сөз сөйледім. Алматы қаласының ортасында тұрып, ана кінашқасы барлар сөйлеген жоқ. Мен сізге айтайын, жаңа қолында кінашқа, көк, қызыл кінашқасы барлар сөйлеген жоқ. Неге білесіз ғой? Олар ертең билікке жаман болмайық, анаған жаман болмайық дейтін жағымпаздар көбісі. Бізге ондай қажет жоқ. Бізге шынайы халықтың мұңын айтатын, халықтың жырын жырлайтын адам керек. Міне, сол үшін біз қайтып отырмыз. Біреуіміздің жағдайымыз жоқ, жұмыс жасап жүрміз. Біреуіміздің көлігіміз жоқ, жаяу жүрміз. Біреуіміздің дұрыстап киетін киіміміз жоқ. Ана Алматы қаласында Жетісудың бір бидің киетін костюмы жоқ екен. Мен өзім үйіме шақырып, мен бір кішкентай мысал айтайын. Соны киіндірдім. Костюм киші, осыны киіп жүрші сен енді. Сен би деп алып шығайық десек, костюм ескіріп кеткен. Әр жиналысқа бір киіммен келеді. Сен бұдан кейін мынаны ки деп киім кигізіп қойдық. Енді біз қайтеміз, қолымыздан не келе соны жасаймыз. Баяғыда мен нағашы апам айтатын. Жаңа Оспанның тұқымы Оспан Батырды білесіздер ғой, Оспан қазақтың Қытайдағы өткен. Сол айтады да, әкелерімізді көре алмаймыз дейді. Әкемізді көре алмаймыз деп түсінбеймін. Неге әкесін көре алмайды? Сөйті, бұрынғы қазақтың ерлері бұлай болған екен. Әкелері күндіз қолына қаруын алып, мылтығын, атын ерттеп мініп, таудың басына шығып, қазаққа күзетші болған екен. Жау келіп қалама деп. Түнде келіп, ұрдалып келіп тамақ жеді екен. Сонда түнде ғана қайтеді екен. Түнде әкесінің жүзін көрсе көрді, көрмесе көрмейді екен. Сөйтіп, қазақтың ерлері, еркек емес, ерлері бұрын елді қалай күзеткен? Күндіз күлкіден, түнде ұйқыдан айырылып, Махамбеттің жыры бар ғой, жаңағы тебінгісі, теретігі тебінгідей болғанша, қайткен халықтың шетінде болған. Бізге сондай ерлік, сондай мінез керек бізге. Әйтпесе біз қарап, жан-жағымыз қарап, анау не деп айтады, мынау не деп айтады, онда не керек бар ол бидің? Би дегенде
қара тілді қақ жарып айту керек. Би деген не? Қара тілді 40-қа бөліп айту керек. Шындықты айту керек. Сонда айтады ғой, тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Соған біз халықтың шын тура жағын тура деп, қатесін қате деу керекпіз. Халықты да бәрі дұрыс деп айтуға болмайды. Биліктің қате жағын қате деп, тура жағын тура деу керекпіз. Біз ешкімге тәуелді болмау керекпіз. Сонда барып қайтеміз, баяғы Төле биді, Қазыбек биді, Айтеке бидің рухын жаңғыртамыз. Соларды ұрпақтарға айтып, мынау Төле би, мынау Айтеке бұл бұлай жұмыс жасаған деп ұрпақтардың санасына құйсақ, олардың ертең рухы оянады. Рухы оянған адамды ешкім баса алмайды оның кеудесін. Мына біз кеудеміз басылмаған халықпыз, мысалы біз осы жаққа келіп, негізі қазақ болайық деп келгенбіз негізі. Бірақ мына жаққа келсек басқаша. Бәрі емес бірақ. Бұл жақта енді бәрі емес, бәрі. Бірақ 90% орыстанып кеткен. Қылаяғы біз тілімізді құрметтемейміз. Қазақша сөйле десең ренжиді. Мен өз проблем деймін, өз мәселем деймін, сондай бәле. Міне қараңыз, ол сенің мәселең емес, ол ұлттың мәселесі. Ана қыздарға бірден айтсаң айтады да, мен өзім білем, кімге тием. Жоқ, олай емес, сен қазақтың қызысың деймін да. Сен біздің қызымызсың. Бір әкесі екі баласын жетелеп баратыр орысша сөйлеп. Сосын айттым да мен, сен неге орысша сөйлейсің, екі баланы обалына қаласың ғой десем, өз балам дейді. Жоқ, ол сенің балаң емес дедім. Ол қазақтың баласы. Міне, бұрын қазақта осындай идея болған. Мына қыз қазақтың қызы, мына бала, мына ол қазақтың ұлы деп тәрбиелеген. Солай көзқарас болғанда біз оңшаламыз. Одан кейін жаңа мына жерде айтып отырсыздар, ана ауылдың биімін, мына ауылдың биімін деп. Бізге керегі бірлік. Бізге атақ керегі жоқ. Ана кісі төраға бірінші би, мына кісі қосымша би емес. Мен сізге айтайын. Алла тағала көріп тұр. Сен істеген жұмысың керек бізге. Бізге ол сен бас төраға бол, орта төраға бол, бекер. Кеше күні ана Димаш Қытайда жарысқа қатысты ғой. Сонда бірінші Қытайлар өздерінің жаңағы зомогерлігімен бірінші Қытайды шығарып жіберді ғой, бірінші қылып, бірақ оны ешкім танымайды әмәлиятта. Димашты бәр адам таниды. Солай ма? Сондықтан мүмкін бүгін сіз атыңыз бар болғанмен, бірақ ісіңіз жоқ болуы мүмкін да. Сондықтан бізге сөзден гөрі іс көбірек керек. Мына тойға барса, кесіп айтатын ақсақал жоқ. Өкінішті. Кеше бір тойға барып мен ренжіп кетіп қалдым. Арақ қойған үшін. Біз сондай қарсы болмасақ, ол тоқтай ма? Тоқтамайды. Міне сондықтан айналайын, аталар, ағалар артық кетсем айыпқа бұйырмаңыздар. Бірақ бізге осылай, біз ашынып шықпасақ, біз кеудемізді керіп, біз ақырып теңдік сұрамасақ, біз құрып бара жатырмыз. Біз жасырын түрде біз басқалардың қайтып отырмыз, құл болып бара жатырмыз. Ақшаның, әсіресе ақшаның құл болып кеткенбіз. Мансапқорлық. Одан кейін жаңа ұрушылдық. Бізді жік-жікке бөліп қайткен, бізді құртып жіберген, бір-бірімізге қарсы қойып. Мені Қытайдан келген дейді. Айта берсін. Қытайдан келсем де мен қазақтың баласымын. Мен мұсылманмын мен. Мен ешқашан ешкімді алаламаймын. Алалағанды Құдай тағала өзі қайтеді, оны сазайын береді. Сондықтан міне аталардың көмекшісі болып, мына кісілердің қасында демеушісі болып, осы кісілердің қасында жүріп, үйреніп, жетпей қалған жеріне көмектесіп, әрбір қазақтың жастарын тәрбиелеңіздер сіздер. Ертең күні жасыңыз келіп кетеді. Бәттеге сай, анау байлық деген мұз ериді де кетеді дейді ғой. Ұрпақ дейді, артта қалған із дейді. Міне артыңызға із қалдырып кету үшін біреуіңіздің қасыңызда 5-тен жас болсын ағайын. Оннан жастарды ертіп жүріңіздер. Ертіп тәрбиелеңіздер. Бұрын аталарымыз біз тізесін отырғызып қойып тәрбиелеген. Міне мен соны ең соңғы көріп қалған ұрпақпын. Сондықтан істеріңізге береке бірлік берсін. Алла барлығымызға күш қуат берсін. Рухымызды көтеріп, ақырып сөйлейтін біз қазақтың жерінде жасап жатырмыз. Біз ешкімге жалтақтамау керекпіз. Рахмет.